сәлем баршаңызға. Сіздерге бүгін шапка профиліне қалай толтырамыз, сол жайлы сіздерге қысқаша толықтай түсіндіріп өтейін. Яғни мына біздің парақшамыз, осындай изменить басамыз. Жалпы мына біздің аватарымыз. Аватар дегеніміз ол өзіңіздің фотоңыздың қажет, нақты качествосы жақсы болу керек, және де алыстан достармен далада түскен фотолар жарамайды. Себебі сіздің парақшаңызға кірген кезде бірдеңе сіздің кім екеніңізді көру қажет. Арқасын ешқандай бұжыртай, ондай болмау қажет, качествосы өте жақсы болу қажет. Сосын бұл жерде изменить фото деп басып, мұнда библиотека деп басып, өзіңіздің фотоңызды қоюға болады. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Одан кейін имя деген жерге сіздер өздеріңіз қандай қызмет атқарасыздар, сол бойынша жазасыздар. Жалпы жеке бренд қалыптастыру үшін бұл жерге сіз өзіңіздің аты жөніңізді емес, сіз қандай қызмет атқарасыз. Мысалы ретінде мен SMM маркетолог обучение нақты қысқа нұсқа жазу керек. Яғни SMM маркетолог обучение кірген адам сразу түсінеді. Потом бұл жерге несіне олай жазу керек. Мысалы поискқа жазған кезде бізге мысалы ретінде SMM қажет, иә. SMM деп жазған кезде біздің страницамыз шығатын болады. Яғни адамдарға іздеуге оңай болады. Бұл жерде біз тек 14 күнде бір рет ауыстырамыз. Одан кейін имя познаватель бұл жерге біздің аккаунтымыз, яғни өзіңіздің аты жөніңіз болған дұрыс. Себебі жеке бренд қалыптастыру үшін сіздің аты жөніңізбен танитын болады. Және де басқалар іздеу үшін сіздің аты жөніңізбен іздейтін болады. Сондықтан артық көп сызықша немесе 0198 23 деп қоюға қажеті жоқ. Нақты өзіңіздің атыңыз, фамилияңызды жазған дұрыс. Одан кейін OCB-ге сіз өзіңіз қандай қызмет атқарасыз, сол бойынша жазасыз. Нақты қысқа. Жеке брендті қалыптастыру үшін баяғыдай бізге бақытты ана, аяулы жар, 3 баланың анасы дегендей ондай қажет емес. Ол уже баяғы немен қалып қойған. Жеке брендті қалыптастыру үшін сіз не жасай аласыз, қандай қызмет көрсете аласыз, адамдарға қандай пайдаңыз бар, сол бойынша жасайтын боласыз. Яғни мен мына жерге SMS специалист, парақша жүргіземін, плюс үйретемін. Айына 1 миллион табысқа шығуды үйретемін. Яғни осы SMM-ді қалай жүргізе алып табысқа шығамыз, сол бойынша. Таргеттолог, визуализатор және де өзімнің бірінші парақшамды қалдырғам. Сол сияқты нақты жазу қажет. Одан кейін мына жерге ссылка деген жерге тамплет қойсаңыздар болады, немесе қоймасаңыздар да болады. Егер бар болса, қойған дұрыс. Себебі тамплеттің ішінде біз YouTube, Telegram барлығын салып қоя аламыз. Егер ол жоқ болса, WhatsApp ссылканы қалдыруға болады. Мінекей WhatsApp ссылканы осылай қалдырамыз. Яғни WhatsApp ссылканы қалдыру үшін Google-ге кіріп, осы жерге WhatsApp ссылка деп жазсаңыздар шығады. Яғни мына тұрған ссылканы копировать етіп аласыңдар да. Скопировать етіп, Instagram-ға кіріп, осыған қойып номерлеріңізді жазасыздар. Міндетті түрде WhatsApp ссылка бизнес WhatsApp болған дұрыс. Одан кейін мына жерге страница SMM деп жазылған. Одан кейін категорияны өзіңіз таңдайсыз. Мен скрин етіп қойғанмын. Сіз қандай мамандық бойынша жұмыс жасайсыз, сол бойынша блогер ма, немесе образование ма, не жасайсыз, сол бойынша қоюға болады. Способ связи, яғни бұл жерге өзіңіздің WhatsApp ссылкаңызды қалдырған дұрыс. Және де почта болса, оны жазып қойған өте дұрыс. Және WhatsApp ссылка не үшін? Алдағы уақытта сіздің парақшаңызды біреу бұзып алмау үшін, парольді ұмытып қалмас үшін WhatsApp ссылканы қалдырған дұрыс. Одан кейін кнопкаға бұл жерге қажет емес, одан кейін показать. Яғни сіздің парақшаңызды көріп тұрғанды қалайсыз ба? Егер қаламайтын болсаңыз, көрсетпеуге болады. Егер қалайтын болсаңыз, осылай жасап қоюға болады. Жалпы барлығы түсінікті деп ойлаймын. Кірген кезде адамның көзін алатындай болу қажет. Мысалы ретінде сіздерге парақшаны көрсетейін, иә. Фариза Төреғали. Кірген кезде өзінің фотосы тұр, аккаунт нақты жазылған, өзінің ішінде блогы, яғни бұл әйелдерге қажетті блогты жүргізеді. Нақты түсінікті уже көргеннен. Тағы да бір мысал ретінде көрсеттім. Мысалы, психомат. Өзінің аты жөні, еще дегенді бассаңыздар, мына жерде таблет бар. Осылай жасап қоюға болады. Барлығы сіздерге түсінікті деген ойдамын. Сәлем баршаңызға. Біз аккаунтты защитаға қалай қоямыз? Яғни біздің хейтерді бұзып алмау үшін, ешкім біздің атымызға кірмеу үшін біз защитаға қоямыз. Яғни жоғарыда тұрған оң жақтағы 3 сызықты басамыз. Сол жерде настройка бөліміне кіретін боламыз. Безопасность и төртінші тұрған двухфакторная, соны басамыз. WhatsApp, яғни SMS-ке жалғайтын боламыз. Бізде аккаунт қай номерге тіркелген, сонда бізге код барады. Сол кодты біз жазатын боламыз. Жазамыз, сосын бізге резервный код келеді. Осы кодты біз міндетті түрде скринап аламыз да, Телеграмға, жаңағы ашқан аккаунтқа, каналға сақтап қоятын боламыз. Яғни алдағы уақытта бізде парольді ұмытып қалған жағдайда, жаңағы Instagram блокқа кетіп қалған, яғни хейтерлер бұзып алған жағдайда біз осыны қолдану арқылы өзіміздің аккаунтты қорғай аламыз.
Телеграмда біз қалай канал ашамыз? Жоғарыда тұрған оң жақтағы қаламның суретін басамыз. Создать канал. Название, яғни мысалы пароль. Бұл жақта ешқандай өшпейтін, сіз телефон ауыстырсаңыз да барлығы осында сақталады. Яғни сіз біреудің телефон арқылы бұл жақта телефон ауыстырға келсе, оның барлығы сақталып тұрады. Яғни бір жерге жазып алып, біз ұмытып кетеміз, сондықтан осында сақтаған дұрыс. Далені басамыз. Часть личная, публичная, часть личная басып, осылай басып қоямыз. Далее. Осында бізде ашылды, яғни бұл бізде сақталды. Ашыңызға сәлем, мен Нұргүл Ербаева, сіздерге визуалдың ережесін түсіндіріп өтейін. Визуал дегеніміз жалпы айтып идей, тартымды болу керек парақшаға кіргенде. Жалпы бұл жерде 6 планды көріп тұрсыздар фотоны. Бірінші детал, ол яғни жақыннан түскен фото, өте жақыннан түскен фото. Одан кейінгі крупный план, ол иыққа дейінгі фото. Үшінші средний план, яғни белге дейінгі фотолар болу қажет. Төртінші план, ол екінші средний план, санға дейінгі фотолар. Одан кейін общий план, яғни полный бастан аяқ түскен фото. Одан кейін соңғысы дальний план, ол алыстан түскен фото болып саналады. Яғни осы пландардың барлығын қолдана отырып, біз әдемі визуал шығарамыз. Яғни осының барлығын ретмен жасасақ, өте әдемі пландар болады. Яғни дальний мен дальныйды немесе крупный планды бірге қоюға болмайды. Осылай барлық елерді құрастыру арқылы бізде әдемі визуал шығады. Яғни ары қарай бізге осы визуалға контент план. Жалпы контент план дегеніміз пост жазу. Пост жазған кезде біз міндетті түрде жаңағы визуалдың ережесін сақтай отырып, соған қарай пост жазуымыз керек. Яғни өзімізді таныстыру, өзіміздің продуктымызды ұсыну ретінде немесе өзіңізге қажетті пайдалы ақпараттар салу арқылы. Яғни бұл жерде бірінші портрет, одан кейін общий план, портрет, средний план, текст жазу, общий план деген сияқты фотолар көрсетіп тұр. Бұл жерде тек мысал ретінде ғана. Және де айта кететін нәрсе, бұл жерде крупный план текст, средний план, крупный план қылып жасауға да болады. Яғни ол өзіңіздің фантазияңызға, идеяңызға байланысты болады. Сондықтан барлық нәрсені қолдану қажет. Шығыңызға сәлем, мен Нұргүл Ербаева, сіздерге келесі сабақ визуал сабағы. Жалпы визуал дегеніміз ол инстаграмға кірген кезде 3 секундқа сақтап қалатын сіздің парақшаңызда қалу мүмкіндігі. Кірген кезде біз ең бастысы адамның парақшасына көңіл аударамыз, әдемілігіне, әдемі болып тұрса әрине қаламыз. Яғни біз оны оңай жасау үшін бізге Pinterest деген программа, яғни приложение қажет болады. Осында біз кіреміз, ішінде біз көптеген туториал болсын, көптеген фотолар болсын, осының ішінде барлығын табатын боламыз. Яғни біз жазамыз визуал 2023 тренді. Яғни бізге 2023 жылдың трендтегі визуалдарын шығарып беретін болады. Осында өте әдемі визуалдар қарасаңыздар, өте әдемі. Визуалда нақты 2 немесе 3 түсті ғана үйлестіріп жасауға болады. Өте әдемі шыққан. Өзіңізге қалаған бойынша таңдап алуға болады. Яғни мына жерде тек ашық түстер минимализм ретінде өте әдемі жасалған. Сіздер осылай визуалды құрастыруға болады. Жалпы визуал сіздерге мысалы ретінде өзімнің жасаған визуалдарымды көрсетейін. Өзімдікі мына жерде қара, ақ, яғни көк түсті, темный құрап жасалған. Мына жерде ақ пенен қара, яғни ақ болғанда биржевый цветпенен. Осылай өте әдемі түстер шыққан. Осылай жасауға болады. Мысалы ретінде алдағы түсіндіріп өткендей, алыстан, жақыннан барлығы жасалынған, барлығы бірден қойылмаған. Мысалы мына жерде жазу бар, арнайы тек өзінің фотосы ғана емес, картинкалар тоже бар. Солай жасауға болады. Сіздерге мысалы ретінде біреуін көрсетейін. Қайсы нәрсені көрейін? Қазір бізде өте сұранысқа ие. Мысалы мына жерге қарайтын болсақ, осыны скачать ете аламыз. Жоғарыда 3 точка тұрып, соны скачать изображение дейміз. Осылай кіріп аламыз да, яғни осыған өз фотоларды таңдап әдемі етіп жасауымызға болады. Мысалы адамның суреті, мына жерден жасауға болады. Осындай, мысалы ретінде мына фотоны алайық. Осылай, сіздерге. Одан кейін қолдың фотосы тұрады, яғни жақындырып қостай алуға. Осылай қойға болады. Енді осылай ішінен өзіңізге керек нәрсені алып алуға болады. Мысалы, руки деп жазамыз. Өте әдемі. Мысалы ретінде мынаны аламыз, скачать етіп. Сіздерге примерно нені көрсетейін визуал. Осылай, одан кейінгі фото мінекей жақыннан алынған. Біз жаңа бірінші жақыннан алдық, одан кейін қолдың суретін алдық, одан кейін мысалы ретінде алыстан алып көрейік. Егер осыны болса, осыны астына қарай түссек, осыған ұқсас фотоларды шығарып береді. Мысалы ретінде мына фотоны алдым.
Так, фото болды. Келесі фото тоже жақыннан түскен фото. Өте жақыннан түскен фотоны көрейік. Алыстан нужно. Одан кейін мінекей құмда тұрған бір зат, иә, мысалы любой бір нәрсені алуға болады. Эстетика деп жазсақ, мінекей әдемі осылай шығарып береді бізге. Осыған ұқсас примерно. Так, қара болды. Мына фотоны алайық. Одан кейін бізге тағы да фото қойылған екен. Оған біз жақыннан түскен фотоны алсақ, жоқ, басқа мынадай фотоны алуға болады. Яғни біз визуалды құрастыру үшін бізге ол үшін интервью деген приложение қажет болады. Яғни осында біз сақтаған фотолардың барлығын қойып құрастыратын боламыз. Так, жаңағы сақтаған фотолар. Яғни осылай өте әдемі шықты, иә. Мына жақтан тыстаған кезде мына жаңағы фотоның өзі өте әдемі шықты, бір-біріне үйлесіп тұр, ешқандай не жоқ. Мысалы ретінде сіздерге тағы да көрсетейін. Сіздерге мысалы өзімнің визуал, өзім тапсырған визуал. Енді осыны сіздерге қарастырып берейін, иә, примерно осыған ұқсатып. Ол үшін жаңағы приложение кіреміз, плюсқа басса өзіміз таңдаған фотоларды таңдай аламыз. Плюсқа басамай жатыр. Өзіміз таңдаған фотолар. Мысалы ретінде мына осылай. Еще плюс фотоны таңдасақ. Сіздерге примерно осылай қара, жасыл, өзіне бір-біріне ұйқасымды түсірген, осыны енді ауыстыра аламыз. Мысалы бізге мына фото бірінші үлгі, одан кейін біз мынаны мына жаққа қоя аламыз. Одан кейін біз мына фотоны қоя аламыз. Одан кейін мына фотоны қоюға болады. Яғни бір-біріне үйлесімді болу қажет. Жалпы осылай және де сізге таңдап алып, яғни осы тастаған бойынша көрсетейін. Бізде осындай әдемі фото шықты. Визуал өте әдемі, тартымды, бір-біріне үйлеседі. Яғни бірдей қатар тұрып қалмау керек. Яғни алыс фото бірдей тұрмау қажет емес, түстері үйлесімді болу қажет. Жалпы қиын емес деген ойдамын. Бізде осы өзіміздің фотоларымызды қарастыратын болсақ, мына студия приложениесі бар, Canva бар, шрифттар жазу жазатын болса, шрифттар лепо шрифтпен жасауға болады. Баршаңызға сәлем, әдеттегідей мен Нұргүл Ербаева, сіздерге бүгін сторис туралы сабақ түсіндіретін боламын. Яғни сторис ол бізге өте қажетті, яғни біз өзіміздің парақшамыздағы аудиториямызбен тығыз байланыста болу үшін сторис форматын жүргізетін боламыз. Сторис форматы дегеніміз ол 24 сағат қана сақталады, яғни сіздің күнделікті болып жатқан өміріңіз жалпы айтқанда, және де ол жерде сізге пайдалы ақпараттармен, эмоциямен, кез келген нәрсемен бөлісуге болады. Жалпы сториске кіру үшін біз сол жақтан оң жаққа қарай немесе плюс батырмасын басса, астында история деген болады. Публикация бұл пост. История бұл 24 сағат сақталады. Яғни история дегеніміз жаңағы сторис деп айтылады ғой, көпшілікте сол бойынша. Жалпы стористің өзінде өте көптеген функциялар бар, яғни қолданып көру қажет әрқайсысын. Бізде оң жақ жоғары жағында настройка батырмасы бар, осында история, рилс, прямой эфир барлығы бар. Жалпы бізге мынау яғни бізге сіздер бұл жерде біз арнайы бір жазу жазған кезде болады. Бізде ең бастысы шрифттарды дұрыс пайдалану қажет. Яғни жеке брендті қалыптастыру үшін шрифт өте маңызды. Көпшілік адам шрифттармен белгілі болып жатады. Бізде ең жақсы шрифті басынан санағанда екінші шрифт, және де соңынан санағанда ең соңғы үшінші шрифтті қолданған өте дұрыс. Өте қазір көп қолданатын осы үш шрифтті қолданған дұрыс. Енді бұл жерде жоғарыда тұрған аны бассақ осылай тұрады мінекей. Осылай жасауға болады мысалы ретінде. Немесе осылай ұстауға цветін ауыстыруға болады. Мына жерде кез келген цветпен жетуге болады. Одан кейін бізде мына жерде тұрған төрт сызықша ол шетте, ортаға, оң жақ сол жаққа қойылады. Осылай. Және де бізге мысалы ретінде тағы да жазатын болса, мына жақтан ауыстыруға болады. Үлкен әріппен жазуға осылай жасауға болады. Енді бізде келесі мына жерде шексіздік, яғни бұл бумеранг дәл қазір қажет емес, өйткені уже трендте емес, көп қолдана бермейді. Одан кейін коллаж өзіңіз қалаған фотоларды қоюға болады. Астында сол жақ бетінде галереяда фото қоюыңызға болады. Осылайдан кез келген фотоны қойып шығуға болады. Осылай жасауға болады.
одан кейін бізде салауат миға кезектер, яғни 30 секунд пен 1 минуттың арасында видео түсіруге болады. Осылай басып қойсаңыз, кез келген нәрсені түсіріп жасауыңызға болады. Одан кейін бізде ду деген бар, яғни алдын артты көрсетеді. Жалпы бізде мысалы ретінде бір фото салдық, иә. Енді осы жерде фотода біздің жоғарыда А деген шрифтпен жазу жасаламыз, или одан кейін смайликтің арасында бізде көптеген нәрселер бар. Яғни бізде местоположение қоюға болады, өзіңіз қай қаланы таңдайсыз, қай жерге түсемісіз жасауға болады. Осылай қоюға болады. Одан кейін бізде ваш ответ деген бар. Яғни қазір бұл емес, мұны қоюға болады. Одан кейін вопрос, сұрақ жауап алмасу ретінде өзіңіздің парақшаңыздағы адамдармен сұрақ жауап ретінде қоюға болады. Осыны түсіне ауыстыруға да болады, үстін бассаңыз әртүрлі сипатпен қоюға болады. Одан кейін бізде if бар, яғни өзіңізге қажетті нәрсені қоюға болады. Мысалы ретінде біз жазайық. әртүрлі осындай сілтемелер қоюға болады. Өзіңіз қалаған нәрсені жазуыңызға болады, әркімсін шығарып береді. Одан кейін бізге аватарды өзіңіз қарап шығасыз. Және бізде мына жерде музыка қоюға болады, өзіңіз қалаған музыканы қоя аласыз. Одан кейін опрос, яғни кері байланысқа шығып өту үшін я жоқ деген сияқты опрос қойып отырсаңыз болады. Бізде келесі тест бар, одан кейін хэштег қолдану арқылы, және бізде ссылка бар. Яғни сіз WhatsApp ссылкаңызды қалдырғыңыз келсе, осы жерге WhatsApp номеріңізді жазуыңызға болады. Одан кейін бізде мына жерде жұмалақ бар, иә, галереяның фотосы. Осында бір галереяның ішінде келесі фотоны қоя аласыз. Осылай жасауыңызға болады. Тағы да қоямын десеңіз, тағы да қоя ала береді. Яғни осы фотоның үстіне бассаңыз, неше түрлі қылып шығарып береді. Осылай жасауға болады. Тағы бізде уақыт бар. Яғни прямой эфирге шығатын болсаңыз, мына жерге уақытты қойып қойсаңыз болады. Бұл будильник ретінде сіздің прямой эфиріңіз болатыныңызды уақытын көрсету. Яғни мына жерде стрелка тұр, стрелканы басқан кейін ол бізде 24 сағат тұрады. Жалпы сторис өте қатты қиын емес, бізде ең маңыздыларын айтып өттім. Мына жерде бізде жаңағы нелер болады. Түрімізді өзгертуге, жалпы түрді өзгертуге аса қатты қажет емес, көбелек қою, очки тағу деген сәл ғана объем беріп тұрса болды. Себебі біз стористе өзімізді шынайы түрімізбен түскен өте пайдалы. Өйткені адамдарға шынайылық ұнайды. Баршаңызға сәлем, әдеттегі мен Елбайлас, келесі тақырып бізде актуальный. Көп адам түсіне бермейді, актуальный деген не ол деп. Яғни мына жерде тұрғандар, біз сториске салған нәрсені осында актуальныйға сақтап қоя аламыз. Яғни келген адам, клиенттер сіз жайлы осы жерден көруге болады. Актуальныйға біз ең маңызды өзіміз жайлы және өзіміздің жұмысымыз жайлы, обучение жайлы салуға болады. Отзывтар, кейс деп айтылады, осыларды салуға болады. Мысалы ретінде мына жерде танысу бар, иә. Осылай салып қоюға болады, яғни сіздің кім екеніңізді білу үшін осында кіріп көреді. Және де сіздің сертификатыңызды қараймын десе, осында мысалы қарауға болады. Болмаса сіздің шәкірттеріңізді, отзывтарыңызды көруге болады. Осылай сақтап қоюға болады. Бұл жерге сақтау үшін біз сторис саламыз. Яғни осында біз сторис салдық, мысалы ретінде мына салдық, фотоға түсірдік, поделиться еттік, готово. Одан кейін осында шығады. Загрузка болып жатыр. Загрузка болған кейін добавить в актуальный дегенді басамыз да, мына жерге қоямыз. Сіз не туралы сақтағыңыз келеді, мысалы ретінде шәкірттердің отзывтары, шәкірт деп мына жерге сақтап етіп қоямыз. Яғни бұл актуальныйға сақталды. Яғни бұл жерде 24 сағаттан соң ол өшіп кетеді, өшкеннен кейін уже мына жақта сақталады. Бұл өшпейді, осында тұрады. Осы актуальный дегеніміз бізде осында ең маңызды өзіміздің отзывтарымызды, шәкірттерімізді өзіміздің обучение бойынша, танысу бойынша салуға болады. Баршаңызға сәлем, бізде келесі тақырып пост. Ортадан плюсті басам. Мына жерде қандай пост салдыңыз, мысалы бүгін мен Ахмат жайлы салдым, сол туралы жазасыз примерно. Мына жерде біреуді белгілейтін болсаңыз, яғни біреумен түскен болса, осы жерде біреудің аккаунтын белгілеуге болады. И мына жерде местоположение жасауға болады, и позиция етіп жасауға болады. Және бізде ең маңыздысы мына жерде обложка. Алдыңғы сабақта и обложканы пайдалану. Яғни біздің визуалды қатып алмау үшін әдемі бетіне обложка дайындаймыз. Редактировать деп басамыз, ішіне былай қойсақ, қай жері қажет, сол жерді қоюға болады. Егер бұның өзі қажет болмаса, добавить деп галереяға түсіп, обложкаға қоятын бір фотоны қойып қоямыз мінекей. И осында сетка профила деген бар. Осында міндетті түрде кіреміз. Себебі біздің галереяның жаңағы немізге сыймай қалады постқа, жартылай тұрып қалады, соны осылай былай жылжытып әкеліп қоямыз. Сонда готово. Мына жақта сіздің видеоңыз бар, но фотода обложка осындай болып тұрады.
Баршаңызға сәлем. Парақшаны қалай бизнес аккаунтқа ауыстырамыз? Настройкаға кіреміз. Ең астына аккаунт и сменить тип аккаунта. Переключиться на бизнес аккаунт деген басам, переключить. Яғни ол сразу ауысады. Аса қатты қиын емес, осылай ауыстыруға болады. Баршаңызға қайырлы күн. Мен Асия Ибрахимқызы, Reels маманы, Reels және контент бойынша ментормын. Бүгінгі сабақта мен сіздерге Reels арқылы қалай оқырман жинауға болады, Reels арқылы қалай өз өніміңізді сатуға болады, сол бойынша сабақ өтетін боламын. Ең алдымен Reels дегеніміз ол не? Соны таныстырып өтейін, мүмкін араларыңызда нөлден бастап жатқан, әлі Reels не екенін білмейтін адамдар бар шығар. Бізде Инстаграмда білесіздер, сторис бар, домалақта тұратын, күнделікті өмірді көрсететін, және де пост бар, ол жерге суретпен немесе видеомен бөлісіп, негізгі лентада тұратын постқа өзіміздің ойымызды, өзіміздің нишамызға қатысты белгілі бір пайдалы ақпараттарды салуымызға болады. Ал Reels деген бізде негізгі лентаның жанында тұратын Reels лента болады. Reels бізге 2021 жылдың қазан айында официально келді Қазақстанға. Бұған дейін білесіздер, Инстаграмда тек қана пост салатынбыз және де сторис салатынбыз, эфирге шығатынбыз. Reels деген мүлде атымен болған жоқ. 2019-2020 жылдары білетін болсаңыздар, TikTok тренд болды, барлығы TikTokқа өтіп, TikTokты көре бастады. Себебі TikToktағы видеолар қысқа әрі нұсқа өте қызықты. Одан кейін көпшілік адамның назары TikTokқа ауа бастағаннан кейін Instagram тура TikTok сияқты функция етіп, Reels'ты Instagramға енгізді. Яғни білесіздер, Reels TikToktан кейін пайда болған TikToktың Instagramдағы аналогы деуге болады. Reels'та біз TikTok сияқты өзіміздің ақпаратымызды қысқа әрі нұсқа түрде қызықты етіп, адамдардың уақытын алмайтындай қысқа уақыттың ішінде әдемі етіп жеткізе аламыз. Reels'тің маңыздылығы қандай? Яғни Reels'тің пайдасы қандай? Соған тоқталып өтейік. Бұрында бізде тек қана посттар болғандықтан, пост арқылы бізде жаңа аудитория келуі кішкене қиындау болатын. Бір актуальныға шығып кетпесе, одан жаңа аудитория келуі қиын болатын. Адамдар аудиторияны реклама жасатып, таргетке жіберіп, бюджет шығындап, аудитория жинайтын. Яғни Reels бізде өзімізге керекті аудиторияны ешқандай ақша шығындамай-ақ жинап алуға көмектеседі. Сонымен қатар, қандай болса сондай аудитория жинай салу емес, өз эксперттілігіңізге қатысты Reels'тар арқылы сіз өзіңізге керекті мақсатты аудиторияны осы Reels арқылы жинай аласыз. Reels'тің тағы да бір маңыздылығы сіздің охватыңыз жоғарылайды. Общий охватта жоғарылайды. Өздеріңіз Reels салып жүріп статистикаға кіріп қарасаңыздар байқайсыздар. Сонымен қатар стористің просмотры өседі, жаңа адамдардың келуіне байланысты. Жалпы Reels'тарыңыздың просмотры, лайк саны, общий охват көтерілетін болады. Яғни сіздің Instagram парақшаңыз жандана тіріле бастайды. Себебі жаңа аудитория күнделікті посещение жасайтындықтан, видеоларыңызды, сторисіңізді көретін болғандықтан, парақшаңыздың жалпы охваты көтеріліп, жаңа адамдарға ұсыну мүмкін. Сонымен қатар Reels'тің тағы да бір маңыздылығы сіздің жеке брендіңіз дамиды. Сіздің Reels видеоңызды жаңа адамдар көре береді, олар сізге подписация етуі мүмкін, етпеуі де мүмкін. Егер де сізге подписация етпеген күннің өзінде, ол адамға сіздің Reels видеоларыңыз қайта-қайта көрінетін болса, сіздің түріңізді жаттай бастайды. Сіздің түріңізді көрген сайын адамдарда сіздің жеке брендіңіз дамиды. Олар сыртта бір жерде сізді көріп қалса, сізді тануы мүмкін. 7 касаний деген нәрсе бар. Сіздің видеоңызды қайта-қайта көрген адам, әйтеуір бір күні сіздің парақшаңызға жазылып, сіздің өніміңізді сатып алып, сізге клиент болуы мүмкін. Яғни Reels'ты тұрақты түрде салып отыратын болсаңыз, сіздің түріңіз танылады, сіздің жеке брендіңіз дамиды. Жаңа сіздерге Reels арқылы аудитория жинау мүмкіндігі бар деп айттым. Тегін, осы жерде жай ғана аудитория жинап қана қою емес, Reels арқылы өзіңізге клиент алып келе аласыз. Сатылымдық Reels'тар салу арқылы сізге клиент өзі жазып, сізден сұрап, өніміңізді алуы мүмкін. Яғни Reels арқылы тек қана аудитория алып келіп қана қоймай, сіз өзіңіздің курсыңызды, өзіңіздің қызметіңізді, товарыңызды, кез келген нәрсеңізді Reels арқылы сата аласыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, Reels'тің мүмкіндіктері өте көп. Жеке брендіңізді дамытып, жаңа аудитория алып келіп, өзіңіздің өніміңізді, курсыңызды сатуға мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан да Reels'тің мүмкіндіктерін толыққанды қолданыңыздар. Бүгіннен бастап Reels видеоларды салуға кеңес беремін.
Бізде Reels интерфейсімен танысу сабағы. Reels қай жерде тұрады бізде? Мына жерде жоғарыда плюс белгісі тұр. Плюс белгісін басқан кезде бізде мына жерде видео Reels, публикация, история, эфир барлығы осы жерде тұрады. Біз видео Reels дегенді таңдаймыз. Мынау бізде Reels-тың интерфейсі. Енді бұл жерде қайсысы қандай? Мысалы, мына жерде Reels түсіру үшін астында стористе қолданатын маскалар тұрады. Осы кез келген масканы қолданып Reels түсірсеңіздер болады. Енді мына жерде жоғарыда вспышканың белгісі тұр. Енді бұл түсінікті. Сосын мына жерде музыканың белгісі тұрады. Бұл жерден сіздер Reels-ті түсірмей атып музыка таңдап алып түсірсеңіздер болады. Мысалы, кез келген музыканы таңдап, сол музыкаға сай етіп түсірсеңіздер болады. Немесе екінші музыканың астында бізде маскалар тұрады. Бұл жерден рекомендациядағы, мына жерде сохраненный тұрған кез келген масканы алып, қолданып, рилстарыңызды түсіре берсеңіздер болады. Оның астында бізде таймер тұр. 15 секунд, 30 секунд, қай уақытта біту керек, сол таймер тұрады. Одан кейін 1x деп тұрған жер, ол бізде жылдамдығы видеоның. 1x пен түссеңіз, осылай обычный болып түсесіз. Одан 2, 3, 4 деген кезде видеоны жылдам етіп түсіреді. Одан кейін мына жерде сетканың белгісі тұрады. Сетканың белгісі бізде коллаж жасауға. Мына жерде изменить сетку деп тұр. Екеулік, міне қараңыздар, алтаулық, төртеулік, неше түрлісі бар. Бұл жерде мысалы екеулікпен түсіретін болсақ, бұл жерде де әдемі видео шығаруға болады. Яғни бұл жерде егізіңмен Reels түсіру деп мен өзім көрсеткен болатын. Мысалы, мына жерде таймерді қойып қояйық. Бірінші жақтағы видеоны түсіріп аламыз. Сосын оны өшіреміз. Бірінші жақтағы енді екінші жағындағы видеоны түсіреміз. Сосын оны өшіреміз. Бірінші жақтағы видеоны енді екеуіміз бірінші жақтағы видеоны міне түсіріп аламыз. бір жерде екеуіңіз тұрып, яғни сеткамен түсірген кезде осылай түсіріледі. Далее деп мына видеоны редактировать етуге болады. Басын аяғын алып тастап. Осылай түсірсеңіздер де болады. Одан кейін сетканың астында таймер тұрады үнемі. Таймер бізде, мысалы, мына кнопканы басып, біз өзіміз басып тұрып түсіре алмаймыз ғой. Сол үшін бірінші таймерді басып қоямыз да, установить таймер дегенді қойып, басып, мына жерде видео басталғанша өзіміз орнымызға тұрып, дайындалып алсақ болады. Осылай Reels видеоны түсіре береміз. Мына жерде тағы да астын басатын болсаңыздар, бізде выравнивание бар. Осылай біз өзіміздің видеомызды түсіріп алдық делік, ары қарай далее дегенді басамыз. Осылай біз немесе Reels-ті бұл жерде түсірмейтін болсаңыздар, астында тұрған галереядан кез келген видеоны алып, Reels видео сала берсеңіздер болады. Немесе осы жердің өзінде түсіріп, далее деп бассаңыздар, жоғарыда тағы да функциялар тұрады. Бұл жерде осылай біз өзіміз А деген ол бізде жазу жазастар бетіне неше түрлі. Мына жерде мынау сызу, бұны қолданбай қоюға да болады. Одан кейін мына жерде галерея. Галереядан бұл мына жерде біз бетіне неше түрлі суреттер қоюға болады. Жаңа Reels-тің бетіне. Одан кейін мына жерде маска, эффект. Одан кейін музыка. Музыкадан мына жерде камераның өзінің дауысын алып тастасаңыздар болады. Одан кейін музыкада мына жерде неше түрлі музыканы таңдап, рекомендациядағы музыканы немесе сохраненный өзіңіз сақтап қойған музыкаларыңызды қосып қоюларыңызға болады. Одан кейін озвучивание деген мына жерде өздеріңіз кез келген видеоны қойып, бетіне өздеріңіз сөйлеп, озвучка жасауға болады. Міне осы ешқандай қиындығы жоқ. Мына жерде музыка белгісінен кейін стрелка тұр, стрелканы басатын болсаңыздар, видео бізде галереяға сақталады, бірақ дыбыссыз сақталады. Видеоны түсіріп болғаннан кейін ары қарай далее, содан кейін видеоңызды сала бересіз. Reels алгоритмі қалай жұмыс жасайды? Біздің Reels видеомызды салған кезден бастап, ол біздің өзіміздің аудиторияға да, жаңа аудиторияға да көрінеді. Көпшілік айтып жатады ғой, Reels видео рекомендацияға шықты, шықпады деген сияқты. Негізінен кез келген Reels видеоны салған кезден бастап, ол екі жаққа да көрінеді. Өзіміздің аудиторияға да, жаңа аудиторияға да. Яғни Reels видеоны салғаннан бастап, ол рекомендацияға шығады негізінде.
Бұл жерде әрі қарай оның жаңа аудиторияға әрі қарай көрініп көп просмотр жинауына әсер ететін нәрсе, яғни Reels-тің алгоритмі, ол сол видеоны көрген алғашқы адамдардың реакциясына байланысты. Яғни сіздің Reels видеоңыз салынған кезден бастап, жаңа көрген адамдардың және де өзіңіздің аудиторияның алғашқы адамдардың лайк басуы, комментарий жазуы, сохранение жасауы, біреулерге самолетикпен жіберуі, осылар әрі қарай Reels видеоңыздың көп просмотр жинауына, адамның келуіне осы алғашқы адамдардың реакциясы әсер етеді. Яғни кез келген Reels видео бастапқыда рекомендацияға шығады. Оның әрі қарай көбірек адамға көрінбеуі сол алғашқы адамдардың реакциясына байланысты. Кез келгеніңіз өздеріңіздің Reels видеоларыңыздың статистикасына кірсеңіздер, подписчики, не подписчики деп тұрады. Өздеріңіз байқасаңыздар, подписчики деген өздеріңіздің аудиторияңыз көрген, не подписчики деген ол сізге подписан емес, сіздің аудиторияңыз емес, жаңа адамдар. Кез келген өздеріңіздің Reels-тарыңызды қарасаңыздар, ол жерде аз-ақ болсын, көп болсын, бәрібірде жаңа адамдардың көргенін байқайсыздар. Яғни бізде Reels алгоритмі осылай жұмыс жасайды. Оны көбірек адам көрсін десеңіздер, алғашқы адамдардың реакциялары жақсы болсын десеңіздер, Reels видеоларыңыз мейлінше адамдар сақтап алатындай, адамдар лайк басатындай, сол адамдар пікір жазатындай видео болуы қажет. Ой, осы видео тура маған ұқсайды екен, тура саған ұқсайды екен деп бір-біріне жіберетіндей видео болғаны маңызды. Сол кезде сіздің Reels видеоңыз жақсы өтімді болады. Сонымен қатар сіздің Reels видеоңызды қандай жаңа адамдарға көрсетеді. Бізде Instagram, білесіздер, Instagramның өзінің алгоритмі бар. Бір адам бір видеоға қызығушылық танытып, оған лайк басып, оны сохранить етіп, оған пікір жазатын болса, сол нишаға қызығушылығы бар деп, сондай нишаны айналдырып көрсете беретін болады. Мысалы, өздеріңіз байқайтын болсаңыздар, сіз бір рецепт түсірілген Reels видеоны сохранить етіп алсаңыз, келесіде жасап көрем осыны деп, сізге сол рецепт түсірілген тамақтардың видеолары, Reels видеолары шыға беретін болады. Енді сіздің Reels видеоңызды өзіңіздің мақсатты аудиторияңызға көрсетсін десеңіз, сіз де өзіңіздің нишаңызға сай видеоларды салып отыруыңыз керек. Сол нишаға қызығатын адамдарға сіздің Reels видеоңызды Instagram өзі көрсететін болады. Яғни Instagramның алгоритмі солай жұмыс жасайды. Reels'та көп просмотр жинау үшін не істеу керек? Ең алдымен сіздерге айтқым келеді, Reels'та көп просмотр болуы маңызды емес. Ең бастысы, сіздің видеоңыз целевая аудиторияға бағытталған болса, аз просмотр болса да, сізге өзіңізге қажетті клиент содан келеді. Дегенмен де, Reels просмотры көп болса, әрине біздің мүмкіндігіміз де көбейеді. Көп адам келуіне мүмкіндік болады. Сондықтан да Reels'та көп просмотр болу үшін қандай критерийлер бар, соны сіздерге айтып өтейін. Ең алдымен сіздің видеоңыз басталғаннан оқырманның назарын ұстау қажет. Яғни бізде видеоның алғашқы 2 секунды өте маңызды. Себебі сіздің видеоңыздың басы қызық болса, адамдар оны соңына дейін қарайды. Алғашқы көрген адамдар видеоны соңына дейін қараса, демек Instagram сіздің видеоңызды қызықты деп санайды да, ары қарай тағы да жаңа адамдарға көрсете бастайды. Осылайша сіздің видеоңыздың просмотры көбейеді. Ал егерде бастапқы 2 секундты сәлем, қалайсыздар, немесе сөйлемей, солай қызықсыз етіп бастайтын болсаңыздар, оны алғашқы көрген адамдар басы қызық болмағаннан кейін ары қарай өткізіп тастайды басқа видеоға. Сондықтан да просмотр аз болады. 9-10-нан кейін түнде, таңғы 5-6-7-де салған видеолар жақсы просмотр жинамайды, себебі ол уақытта адамдар Инстаграмда аз отырады. Немесе настройкада болады, өзіңіздің аудиторияңыздың белсенді уақыты көрсетіліп тұрады. Сол уақытқа қарайда, қай уақытта өзіңіздің аудиторияңыз белсенді, сол уақытта Reels видеоңызды шығара берсеңіз болады. Келесі көпшіліктің сұрағы, Reels-тің просмотрына әсер ететін хэштегтер бар ма? Ондай хэштегтер жоқ. Ешқандай да хэштег сіз Reels просмотрыңызды өсірмейді. Дегенмен, тура бұрынғы посттағы сияқты Reels-та да өзіңіздің нишаңызға қатысты хэштегтерді қолдансаңыздар болады, бірақ максимум 2-3-тен аспауы қажет. Содан кейін Reels-тің просмотр жақсы, өтімді болуы үшін тағы да ең маңызды нәрсенің бірі тұрақтылық. Яғни аптасына кем дегенде 3-4 Reels-тан салып тұруларыңыз қажет. Бір рет салып 2 апта, 3 апта жоқ болып кету, ол сізге
керісінше рилс просмотрыңыздың түсуіне алып келеді. Ондай жағдайда сіз рилс просмотрын ешқашан көтере алмайсыз. Барлық нәрседе жетістікке жету үшін тұрақтылық қажет болғандай, рилста да жақсы просмотрға, жақсы нәтижеге жету үшін тұрақтылық қажет. Сонымен қатар, рилстың просмотры жақсы болуы үшін оны міндетті түрде тек қана рилс лентаға емес, негізгі лентаға да бөлісу қажетсіз. Сонымен қатар, сториске де бөлісуіңіз керек рилс видеоны. Себебі кейбір адамдар стористі қарап, лентаны қарамайды. Сол адамдарға стористе көрінсе, ол адам стористен сіздің рилсыңызға келіп, рилсыңызды қарап, соның әсерінен просмотр жақсы болуы мүмкін. Келесі ең маңызды нәрсенің бірі, сіздің рилс видеоңыз өзіңіздің мақсатты аудиторияңызға бағытталған болуы керек. Себебі сіз эксперт, қандай да бір саланың маманы, қандай да бір ниша сізде болғандықтан, сізге қажетті клиент келуі үшін, сондай клиентті шақыру үшін сіз өзіңіздің эксперттілігіңізге, өзіңіздің нишаңызға қатысты рилстар салуыңыз керек. Сіздің рилс видеоңыз сторис форматында, яғни 9:16 форматында болу керек. YouTube форматындағы видеолар, TikToktан, біреудің рилсынан алған водяной знагы бар видеолар салмаған дұрыс. Ондай видеолар өтімсіздеу болады. Видеоңызда міндетті түрде тақырып болсын. Яғни өзіңіздің эксперттілігіңізге, нишаңызға байланысты видео салғандықтан, өзіңізге қажетті клиент келуі үшін міндетті түрде ол адамды тақырыппен ұстау керек. Жаңа сіздерге айтып өттім, алғашқы 2 секундта назарын ұстау керек деп. Сол оқырманның назарын ұстау үшін міндетті түрде тақырып болғаны дұрыс. Сонымен қатар сіздің тақырыбыңыз жай ғана тақырып емес, қысқа әрі нұсқа, триггерлі тақырып, сізге керекті мақсатты аудиторияның назарын ұстайтындай, интригалық, сандармен, цифрлармен, нақтылықты беретін, сұрақпен басталған, өзіңіздің мақсатты аудиторияңыздың бойын ұстайтындай тақырып болғаны дұрыс. Келесі, видеоңыздың уақыты мейлінше қысқа болғаны дұрыс. Себебі қазір адамдар ұзақ уақыттық видеоларды көруге шыдамы жетпейді. Видеоңызды егерде алғашқы адамдар соңына дейін қарамайтын болса, онда сіздің видеоңызды Instagram қызықсыз деп санайды. Сондықтан да мейлінше рилс видеоңыз қысқа уақытты болса, оны көп адамдар соңына дейін қарайды. Егерде көп адамдар соңына дейін видеоңызды қарап жатса, әрине оны Instagram қызықты деп санап, ары қарай адамдарға көрсететін болады. Орташа видеоңыз 8-10 секундты болғаны жақсы, қысқа дегенде 4-5 секундтық болғаны жақсы. Ал егерде сөйлеп салатын, ұзақ түсіндірілетін рилс видео салатын болсаңыз, максимум 1-1,5 минутқа дейін видео салуға болады. Келесі маңызды жайт ол видеоның сапасы. Барынша видеоңыздың сапасы әдемі, жарық жерде түсірілген, сапасы әдемі болғаны маңызды. Себебі бізде Инстаграмда көбінесе әдемілікті жақсы көретін адамдар отырады, ал TikTokта ол қандай видео болса да, сапасыз видео болса да өтіп кетуі мүмкін. Ал Инстаграмда талғампаз адамдар отыратын болғандықтан видеоның сапасы мейлінше әдемі болған дұрыс. Келесі әсер ететін нәрсенің бірі ол музыка. Трендтегі музыкаларды қолдансаңыздар болады, ал трендтегі музыкаларды қайдан табамыз дейтін болсаңыздар, рилс салғаннан кейін музыкалар шығады ғой, сол жерде қай музыканы қанша адам қолданған, мейлінше саны көп болып тұрған музыкалар, ол бізде трендтегі музыкалар болып есептеледі. Сол музыкаларды қолдансаңыздар болады, және де музыка өте жағымды, соңына дейін тыңдағың келетін сондай музыкаларды өздеріңіз қосып қойсаңыздар да болады. Адамдар өте әдемі, өзіне ұнайтын музыканы естіген кезде, соны соңына дейін адамның миы тыңдағысы келеді. Яғни сол музыканы соңына дейін тыңдайын дегенше, сіздің видеоңызда соңына дейін қарайды. Сонымен қатар рилстың оформлениясы. Рилстың бетінде жазулар өте көп, жазулар жан-жағына шығып кеткен, немесе астында, логиннің артында оқи алмайтын, үстінде сондай видеоның жан-жағына шығып кеткен болмау керек. Видеоның беті текстке толып кетпеу керек. Мейлінше тақырып және де тексттер аз көлемді, әдемі оқылатын шрифтпен жазылғаны, және де видео бетінде артық смайликтер, көзге жағымсыз заттар болмағаны дұрыс. Келесі маңызды нәрсе, рилста TikTok сияқты емес, TikTok бірден рекомендацияға шығып кететін болса, рилста 1, 2, 3, кейде 1 айдан кейін де рекомендацияға шығып кетуі мүмкін. Яғни просмотр аз болып, 2 аптадан кейін рекомендацияға шығып кетуі мүмкін, просмотр жоғарылап кетуі мүмкін. Сондықтан да сіз бір күн салған рилсіңіз просмотры аз екен деп өшіріп тастамау керек. Келесі маңызды нәрсе, егерде сөйлеп салатын рилстар салатын болсаңыз, даусыңыз анық болу керек, және де қысқа да нұсқа, ұзақ мыжымай,
қызықсыз болып кетпеу үшін қысқа әрі нұсқа етіп салу керек. Сонымен қатар видеоңыз қызықты, адамдарға өтімді болу үшін әртүрлі переходтар, әртүрлі эффекттер қосып та Reels видеолар жасауға болады. Сосын трендтерді пайдаланыңыздар міндетті түрде, бірақ тек қана трендтерді қайталай беру бізге ешқандай нәтиже алып келмейді. Сол трендтерді, болып жатқан трендтерді өзіңіздің нишаңызға, өзіңіздің эксперттілігіңізге сай етіп салсаңыз, тіптен жақсы нәтиже болады. Reels салуға идеяны қайдан аламыз? Мен сіздерге жаңа айтқан болатынмын, трендтерден қалмаңыздар, трендтерді өзіңіздің нишаңызға сай етіп түсіріп отырыңыздар деп. Енді осы трендтерді және де идеяны қайдан аламыз? Ең бірінші идея алу көзі ол Reels рекомендациясы. Барлығымызда Reels функциясы бар, сол Reels'тің рекомендациясына кірген кезде бізге көптеген Reels видеолар шыға бастайды. Күнделікті кем дегенде жарты сағат уақытыңызды Reels қарауға арнаңыз. Себебі идея табу үшін адамға бір нәрсені көру керек, насмотренность қалыптастыру керек. Сондықтан да күнделікті жоқ дегенде 30 минутыңызды Reels көруге арнап, әр Reels'ті көрген кезде сізге өзіңіздің нишаңызға қатысты идеялар келуі мүмкін. Сол идеяларды жазып алыңыз блокнотқа, немесе жаңағы Reels видеоны өзіңізге сақтап отырыңыз, сохраненныйға. Бұл Reels рекомендациясын көріп жатқан кезде сізге бір видеолар қайта-қайта қайталанатын болса, әртүрлі адамдар бір-бір қайталап салып жатқан болса, сол бізде тренд болып есептеледі. Сіз де сол видеоны алып, өзіңіздің нишаңызға сай етіп қайталасаңыз болады. Немесе жаңадан шығып жатқан трендтерді көре бастайсыз, бәрі қайталап жатқан. Соларды да түсіретін болсаңыз, сізде жақсы нәтиже болуы мүмкін. Келесі идея алатын көз ол бізде TikTok рекомендациясы. Яғни TikToktан көп идея алуға болады. Себебі бізде Reels'тан бұрын TikTok пайда болды, сондықтан да бізде трендтердің көбісі бірінші TikTokта пайда болады, TikToктан кейін Reels'та шығады. Сондықтан тағы да айтарым, кішкене уақытыңызды TikTok қарауға да арнайтын болсаңыз, TikToktан да көп идея алуға болады. Сонымен қатар келесі идея алатын көз ол поискқа өзіңіздің нишаңызға сай сөздерді хэштегке жазу арқылы өзіңіздің нишаңызға сай Reels видеолар көруіңіз мүмкін. Соған қарап тура бірме-бір көшіріңіз демеймін, соған қарап өзіңізге идея алсаңыз болады. Келесі идея алатын көз деп мен YouTube шортты айталам. Бізде TikTok сияқты, Reels сияқты тағы да бір функция YouTube'тағы YouTube шорт. Ол жерден де көптеген идеяларды алуға болады. TikToktан болсын, Reels'тің рекомендациясынан болсын, YouTube шорттан болсын, өзіңізге керекті идеяны табуыңыз мүмкін. Келесі идея алатын көз ол өзіңіздің бұрынғы ескі посттарыңызбен актуальный сториске сақтаған стористеріңіз. Себебі өзіңіздің нишаңызға қатысты пайдалы ақпараттарды, бұрын айтып қойған, есіңізден шығып кеткен пайдалы ақпараттарды енді пост, сторис түрінде емес, тура сол пайдалы ақпараттарды Reels түрінде қысқа әрі қызықты етіп Reels видеомен жеткізсеңіз болады. Келесі идея алатын көз ол сіздің өз өміріңіз. Яғни өзіңіздің өміріңізде болып жатқан жайттар, жаңалықтар, соны инфоповод ретінде қолданып, әдемі күшті Reels'тар шығаруға болады. Келесі идея алатын нәрсе ол бізде жан-жағымызда болып жатқан оқиғалар, жаңалықтар, соларды да біз инфоповод ретінде қолданып, әдемі, күшті, өзіміздің нишамызға сай етіп видеолар жасасақ болады. Енді келесі және де соңғы идея алатын көз ол өзіміздің нишамыз сияқты шетелдік блогерлерді, шетелдік эксперттерді қарау. Мысалы, Ресей эксперттерінен идея алсаңыздар болады. Идея алу үшін осы жолдардың барлығын қолдансаңыздар болады, бірақ біреулердің видеосын көріп алып, бірме-бір көшіріп, тура солай салып қойыңыздар демеймін. Өздеріңіздің бір изюминкаларыңыз, өздеріңіздің бір ерекшеліктеріңізбен шығатын болсаңыздар, Reels видеоларыңыз әлде қайда өтімді болады. Reels'да контент планды қалай құрамыз? Енді Reels салу үшін бірінші бізде жоспар болу керек, не салам, қалай салам деген сияқты. Осы жерде мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Өзі бізде блогер деген болады, және де эксперт деген болады. Блогер ол өзі қалаған нәрселерді салады. Лайфстайл, өмірі, белгілі бір бағытты ұстанбаған. Ал эксперт дегеніміз ол белгілі бір бағытты ұстанған, өзінің нишасы бар, пайдалы ақпараттық контент. Енді блогер болсаңыз, сіз кез келген Reels'ті, өзіңіз қалаған Reels'ті сала беруіңізге болады. Ал егерде сіз эксперт болатын болсаңыз, білім беретін болсаңыз, белгілі бір саланың маманы болсаңыз, да сізге арнайы контенттерді ұстану керек.
Бізде жалпы рилста мотивационный рилстар болады, пайдалы ақпарат беретін рилстар болады. Келесі лайф бағытындағы юмор, адамдардың көңілін көтеретін развлекательный видеолар болады. Және де төртіншісі атмосферный, әдемілікті көрсететін видеолар болады. Енді біз эксперттік болғаннан кейін бізге екі бағытты салған тиімдірек болады. Ол бізде пайдалы ақпараттық рилстар және де мотивациялық рилстар. Арасында атмосферный рилстар салуға болады, бірақ тек қана атмосферный рилс салып қоймай, өзіңіздің нишаңызға сай етіп салсаңыз болады. Жалпы бізде эксперттік контентте қандай контенттер болуы керек? Ол бізде біріншісі личность, яғни сіздің жеке өзіңіз жайлы рилстар болу керек. Бұл жерде қандай рилстар салуға болады? Сіздің құндылықтарыңызды ашатын, сіздің осы саланы істеудегі мақсатыңыз, сіздің өмірдегі жалпы принциптеріңіз, сіздің отбасыңыз, сіздің бала-шағаңыз, сіздің мақсатыңыз қандай, өзіңіздің өміріңізде болып жатқан жаңалықтар, осылардың барлығын, яғни сізді тұлға ретінде танытатын рилстар болуы керек, міндетті түрде. Сізді адамдар тек қана эксперт ретінде танып, өзіне білім керек кезде ғана қарамау керек, яғни сізді тұлға, жеке тұлға ретінде де қарау керек. Сол үшін личность бойынша рилстар болу керек. Енді екіншісі бізде эксперттік контент. Яғни сіз қай саланың маманысыз, сол өзіңіздің салаңызға қатысты пайдалы ақпараттық контент болу керек. Яғни сізді сол саланың эксперт ретінде тану үшін, сізге сол салаға қызығатын целевая аудитория келу үшін, сізден бір өнім сатып алатындай болуы үшін сізде өзіңіздің нишаңызға сай пайдалы ақпараттар болу керек. Енді эксперттік контентте қандай контенттерді көрсетсек болады? Біріншіден ол сіздің біліміңіз, яғни пайдалы ақпараттар бойынша. Және де екіншісі сіздің тәжірибеңіз. Осы салада қанша уақыт жұмыс жасап жатсыз, қандай тәжірибелеріңіз бар, одан басқа қандай жұмыстар жасадыңыз, міне осыларды көрсетсеңіз, сіздің эксперттілігіңіз ашылады. Үшінші көрсетілу керек контент, ол бізде продукт және услуга. Яғни сіздің өніміңіз, сіздің қызметіңіз көрінуі керек рилста. Бұл жерде сіздің өніміңіз, қызметіңіз рилста көрінуі үшін қандай рилстар саламыз? Бұл жерде сіз өзіңіздің өніміңізде бар, қызметіңізде бар, соның бағдарламасына сай тақырыптармен рилстар салуыңыз керек. Және де пайдалы рилсты салып отырып, астына өзіңіздің өніміңіз жайлы қысқаша түрде айтып кетсеңіз болады. Мысалы ретінде өзімнің нишамды айтатын болсам, мынандай тақырып алатын болсақ, рилста рекомендацияға шығу үшін 3 кеңес деп. 3 мысалды айтып болғаннан кейін, өзіңіздің өніміңіз туралы былай айтып кетсеңіз болады. Рилсты рекомендацияға қалай шығару керек, рилс арқылы оқырманды қалай жинау керек, рилс арқылы өзіңіздің өніміңізді қалай сатуға болады, осының барлығы менің рилс курсымда қамтылған деп қана қоясыз. Міне осы кезде мен өзімнің өнімім, яғни рилс курсым бар екенін рилстың аяқ жағында айтып кеттім. Осындай мысал ретінде өздеріңіздің нишаларыңызға қатысты бір пайдалы ақпаратты айтып, соңынан өзіңіздің өніміңізді айтып кетсеңіз болады. Бұл жердегі мақсат рилста сіздің өніміңізді, сіздің қызметіңізді көрсету. Мен қатар, үшінші рилста өзіңіздің өніміңізді қалай көрсетесіз? Ол өзіңіздің және клиенттеріңіздің, өзіңіздің шәкірттеріңіздің нәтижесін, отзывтарын көрсету. Міне осы 3 жол арқылы рилста сіз өзіңіздің өніміңіздің, услугаңыздың, қызметіңіздің бар екенін көрсете аласыз. Сол рилс видеолар арқылы сізге клиенттер келіп, өздері өніміңізді, курсыңызды сұрап жазуы мүмкін. Осы 3 контент бойынша өздеріңіздің контент пландарыңызды құра берсеңіздер болады. Яғни личность болу керек, экспертность болу керек, және де продукт, услуга көрінуі керек. Рилстың өзіне видеоны салып қалай монтаждаймыз? Жалпы рилстың өзі арқылы Инстаграмның өзінде рилс салу үшін жоғарыдағы плюсты басып, сосын видео рилс дегенді таңдаймыз. Осылай ішіне кіріп аламыз, өзімізге қаратып алсақ болады, артық камерамен түсірсек болады. Енді осы жерде біз видео рилсті өзіміз түсіреміз. Енді мысалы мына жерде қолымызбен басып тұрып өзіміз түсіре алмаймыз ғой. Сол үшін таймерге қойып қойсақ болады. Ол үшін сол жақта ең төменгі жағында сағаттың белгісі тұр, қараңыздар. Сол сағаттың белгісін басып аламыз, сол кезде біз таймер қоя аламыз. Үстін басамыз, одан кейін міне установить таймер дегенді басамыз көкпен. Енді біз ортасындағы камераның белгісін басамыз. Бізде 3 секунд уақыт бар. Біз өзіміздің тұру керек орнымызға тұрып аламыз. Сөйтіп өзіміздің рилсымызды түсіріп бастай береміз.
қолымызбен әртүрлі трендтер немесе разговорный видео түсіріп, сосын ортасын басамыз, болды. Енді біз видеомыз түсіріп алғаннан кейін далее дегенді бассақ, видеомыз дайын болып көрінеді. Басын соңын керек емес жерін қиып алып тастауға болады. Видеоның ортасын бассаңыздар, видеоны паузаға қоюға болады. Одан кейін оң жақ жоғарғы жағында А деген түр, ол бізде жазу. Видеоның бетіне осылай жазуға болады. Одан кейінгі тұрған бізде сызықтарды қоюға болады. Одан кейін тұрған галереяның суреті, сол жерді басқан кезде бізде маскалар шығады. Неше түрлі маскалар бар, маскаларды қолдануға болады. Одан кейін галереядан суреттер қоюға болады, эффект қоюға болады. Одан кейін музыка тұр бізде. Музыканы басқан кезде осы түсірген Reels видеоңызға музыканы подбирать етіп қоя аласыз. Мына жерде сізге музыкалар шығады рекомендацияда, немесе сохранено деп тұрған өзіңіз алдын ала сақтап қойған музыкаларыңыз, сол музыкаларды қосып қолдануға болады. Импорт деген сіз өзіңіздің телефоныңызда тұрған музыканы алып қоюға болады. Музыканы қойып болғаннан кейін мына жерде регулировать етуге болады. Музыканың қай жерін қоясыз, басын ба, ортасын ба, соңын ба. Видеоның өзінің дыбысын алып тастауға болады, немесе видеоның өзінің де дыбысын қалдырып қойып, одан кейін музыканы да қосып қоюға болады. Осындай эффект қою арқылы видеоның эффектін өзгерте аласыз. Міне мына жерде редактировать клипы деген жерде басын соңын алып тастайсыз да, сізге керек емес жерін видеоның алып тастайсыз. Яғни басын соңын біз жаңа камераны бүйтіп ұстаған жерімізді алып тастаймыз да, сол кезде Reels видеоның өзі шығады. Готово дейміз. Готово. Мына жерде яғни далее немесе готово деп басасыз. Одан кейін мына жерде бізде видеоның редактировать деп тұр, видеоның астында тұр ғой, соны басамыз. Сол жерде сетка профиля дегенге басамыз, немесе мына видеоның бетіне обложканы видеоның өзінен қойсаңыздар болады. Немесе астында добавить из фотопленки деп тұрады. Ол дегеніміз бізде обложканы галереядан қойсақ болады. Сетка профиля дегенге басқан кезде міне фотоның қай жерін алып қоятыныңыз, обложкада қай жері көрінсін лентада, соны таңдай аламыз. Добавить из фотопленки деген кезде біз өзіміздің галереямыздан кез келген суретті осы видеомыздың обложкасы ретінде қоя аламыз. Мысалы, мен мына бір фотоны алып қояйын, осы видеомның обложкасы ретінде тұрады. Бұны да сол сетка профиляға кіргізіп, қай жерін қоясыз, лентада қай жері көрінсін, соны таңдай аласыз. Енді астында добавьте подпись деген жерге пост жаза аласыз. Одан кейін также делиться в ленте деп лентаға бөлісу керек. Адамдарды белгілей аласыз. Добавьте отметку дегенді. Бұл жерде бір адамды белгілей аласыз, немесе пригласить соавтора деп бір адаммен бірігіп салуға болады Reels'ті. Одан кейін мына жерде добавление тем дегенде хэштег таңдауға болады. Бұл жерде өзіңіздің нишаңызға қатысты бірнеше хэштег алып қоя аласыздар. Менің кеңесім максимум 3 болсын, одан артық болмасын. Местоположение бәрін қоя аласыздар. Одан кейін сохранить черновик деген, ол сіз осы видеоңызды қазір салмайтын болсаңыз, черновикке сақтап қойсаңыз болады, немесе ары қарай поделиться деп Reels видеоңызды сала бересіз. Добавьте подпись деген, бұл бізде пост жазатын жер. Яғни видеоңызды толық түсіндіріп салатын жер. Міне осылай Reels видеомызды Reels'тің өзінде осылай монтаждап сала береміз. Жаңа біз Instagramның өзінде прямой Reels'ті түсіріп бірден монтаждап сала салдық. Енді сізде егерде дайын видеолар болса, мына жерде ең соңғы төменгі жағында қараңыздар, галереяның белгісі тұр, плюс деп, содан дайын видеоңызды алып салсаңызда болады Reels'қа. Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақ Reels'тағы оформление жайлы болады. Мысалы, бізде мынау лента, жаңаға посттардың лентасы, мынау Reels'тің лентасы. Кейде біздің салған видеомыз біздің лентамыздағы визуалды құртып тұруы мүмкін. Сондықтан, мысалы, мына бір видеоны алып, осының лентаға сәйкес обложкасын өзгертуге болады. Ол үшін оң жақтағы үш нүктені басып, осы жерден изменить дегенді басамыз. Обложка деп тұрғанды басатын болсақ, біз обложкасын өзгерте аламыз. Мысалы, жаңағы осы видео болып тұр, бұған біз осылай әр жерін таңдап обложка қойсақ болады, немесе астындағы добавить из галереи дегенді бассақ, осы жерден біз визуалымызға әдемі сәйкес келетін фотоны таңдап қойып, готово деп бассақ, міне солай обложкасы өзгереді.
міне лентаға кіріп қарайық, обложка өзгеріп тұр, иә, визуалды бұзбайды, әдемі болып тұр. Енді кейбір видеоны мүлде лентадан алып тастаймын, тек рилста тұра берсінші дейтін болсаңыз, мысалы мына жүзіп жатқан видеоны алайық, осыны аламыз да тек қана лентадан удалить етеміз. Ол үшін үш нүктені басып удалить из сетки профиля дегенді бассақ, лентадан алып тасталады, жаңа посттардың арасынан алып тасталады, бірақ рилстың арасында тұра береді. Солай да жасауға болады. Енді визуал, мына суреттер бір-бірімен сәйкес келетінін қалай жасауға болады? Ол үшін арнайы өзіңіз осы рилстың бетіне қоятын, пост жазатын суреттеріңіздің бәрін галереядан таңдап, соны бір папкаға салсаңыз болады. Бұл iPhone үшін. Сөйтіп бәрін таңдап, добавить в альбом деп басасыз, содан новый альбом создавать етесіз. Мысалы, мына жерге визуал деп жазып қояйық, иә, арнайы папка создавать етеміз, сохранить дейміз. Енді сол папкаға кірген кезде бізде осы визуалға қоятын, рилсқа, постқа қоятын суреттеріміздің бәрі жиналып тұр. Енді осылардың орындарын ауыстырамыз. Басып тұрып орындарын ауыстырсаңыз, қайсысынан кейін қайсы фотоны қойсаңыз, визуалыңыз әдемі болады, соны өзіңіз жасай аласыз. Сосын сол папкадан, визуал деген папкадан рилстың бетіне қойсаңыз болады, пост жазсаңыз болады, солай үйлестіре бересіз. Енді кейбір видеолар, мысалы пайдалы видеолар болса, сол видеолардың бетіне тақырыпты жазып қойғымыз келеді, ол үшін обложканы алдын ала дайындап аламыз. Мысалы видеоны салмас бұрын, немесе салып қойғаннан кейін де обложканы өзгерте берсеңіз болады. Мысалы видеоны салайық, бірінші рилсті ашамыз, содан кейін әдемі қылып түсіру үшін неше түрлі масканы қолдануға болады. Масканы қолдануға кеңес беремін. Әртүрлі эстетичный әдемі маскалар да бар, осы түріңізді әдемілеп макияж қойып беретін маскалар да бар. Мен көбінесе более нейтральный осындай масканы қолданамын. Осы масканы қолданып, міне мысалы біз рилс видео түсірейік қазір. Рилс видео түсіреміз, сосын осыны қалай оформление жасаймыз, соны көрсетемін. Осылай түсіріп аламыз, немесе галереядан қоя саласыз. Сосын предпросмотрды басамыз. Міне енді осы жерде біз жазу жазып, неше түрлі фон қойып, оформление жасасақ болады. Мынау рилстың өзінен жазуды сіздер білесіздер уже. Ал енді әдемі қылып жазу үшін арнайы приложение қолдануға болады. Мысалы, мына шрифты, лето шрифты приложениясынан мен осындай фондарды аламын, және де фонды копировать етіп бассаңыз, міне фон түседі. Одан стикер, иә. Одан кейін енді жазу жазамыз, мысалы. Ол үшін бір шрифтті таңдаймыз, сол шрифтке өзімізге керекті сөзді жазып, сол сөзді мына жерде астында сары копировать деп тұр ғой, соны басамыз да, сториске бірден кірсек, жазудың үстін бассақ, осылай сториске түседі. Сосын соны қойсақ, міне қараңыздар, жаңағы рилстың өзінен жазған жазуға қарағанда әдемі көрініп тұр, иә. Осылай да жасасақ болады, бірақ бұл жазуды біз уақытын өзгерте алмаймыз. Мысалы, басында болып, соңында сөз жоқ болып кетсін десек, мысалы, оны жасай алмаймыз. Ол үшін біз былай жасасақ болады. Бірінші осылай әдемі оформление жасап жазып аламыз да, видеомызды сохранить етіп аламыз. Видеомызды сохранить етіп алып, жазу жоқ кезде де сохранить етіп аламыз. Сөйтеміз да CapCut приложениясына кіреміз. CapCut приложениясына жазу барды да, жазу жоқ видеоны да қоямыз. Міне жазу барды бірінші қоямыз, сосын жазу жоқ видеоны да қоямыз. Енді осы жерден жазуды қай жерге дейін қойғымыз келеді, сол жерге дейін жылжытамыз. Мысалы 3 секунд деп қояйық. 3 секундтан осы жазуы бар видеоның қиып тастаймыз да, соңын алып тастаймыз. Басы қалады, соңын алып тастаймыз. Енді мына жерде жазуы жоқ видеоның басындағы 3 секундты алып тастаймыз. Себебі жазуы бар видео 3 секунд бар, иә. Сөйтіп басындағы 3 секундтық видеоны мына жерде қиямыз да, басындағы 3 секундты алып тастаймыз. Міне сонда басында 3 секунд жазу бар да, ары қарай уже видео жалғасып кетеді, жазу жоқ. Бұл жаққа басқа жазу жазсаңыз болады. Бұл жаққа да жазуды солай рилсқа салып, шрифты приложениясы арқылы жазсаңыз болады, немесе осы CapCut'тың өзімен әдемі жазулар жазуға болады. CapCut'тың өзінде қалай жазу жазып, шрифт өзгертіп, түс өзгерту керек екенін сіздерге алдыңғы сабақта мен айтқанмын. Міне мысалы, былай сәлем деп жаздық, и оны да до конца апармаймыз. Міне белгілі бір жерде өшіп қалады. Солай жазсақ, басындағы жазу біздің әдемі оформлениямызбен, одан кейінгі жазу CapCut'пен, солай қайтадан рилсқа сол видеоны саламыз. Міне біздің дайын, міне қараңыздар. Предпросмотр деп көрейік. Міне басында жазу бар, сосын уже жазу жоқ. Немесе CapCut'тағы жазу шығады, мына жақта жазу жоқ. Бұл жаққа жазуды примерно мысал ретінде көрсете салайын, осы рилстан жазсаңыздар болады. Міне
жазу жазасыздар да бұны басындағы уақытын алып тастайсыздар. Мысалы қошап қояйық, басындағы астында reels деген сөзді басып басынан алып тастайсыздар да, сол кезде соңында шығады. Әртүрлі оформлениені көрсетіп жатырмын да. Басында осы жазу шығады, сосын кепкатпен жазған жазу шығады, одан кейін уже reels'тағы жазған жазу шығады. Осылай әдемі қылып жасай беруге болады. Осылай отправить ете саласыздар. Енді сіздермен әдемі фон жасауды үйренеміз. Әдемі фон жасау да қатты қиын емес. Ол үшін арнайы маскаларды қолдана салуға болады. Мысалы, мынандай дайын видеоны салсаңыз да, немесе өзіңізді түсірсеңіз де, кез келген масканы қолданып, әдемі фон жасай аласыз. Мысалы, арнайы эстетикалық маскалар бар. Сіздерге тізімін беретін боламын. Осындай эстетикалық маскалар арқылы фонды темный фонға, кішкене бұлыңғыр фонға, осы міне қараңыздар, әртүрлі мынандай жазулармен кофе тайм деген, релакс тайм деген осындай аптаның күндері жазылған сондай стикер, арнайы маскалар бар. Соларды қолданып жасасаңыздар да болады. Немесе видеоны бірінші түсіріп алып, мысалы, темный фон қойып, үстіне жазу жазғыңыз келсе, бірінші видеоны түсіріп аламыз. Сосын предпросмотр дегенді басамыз. Сөйтеміз да жаңағы шрифты приложениясынан арнайы темный стикерді табамыз. Осындай темный стикерді копировать етіп, сториске өтсек, оны қоя саламыз. Сосын оны үлкейтіп, полный экранды жауып тастаймыз да, темный фон қыламыз. Темный фон қылғаннан кейін жазуды осының үстіне жаза беруге болады. Стористегі сияқты емес, бұл жерде жазу стикердің астына өтіп кетпейді. Міне жазу жазасыз, сосын оны астынан reels деген таңдап, жаңа сөзді таңдап, уақыттарын өзгерте беруге болады. Осылайда әдемі фон жасап, видео салып жасауға болады. Енді бізде кейбір видеоларымыздың бетіне жазу керек боламыз, иә? Мысалы, пайдалы reels видео салатын болсақ, мысалы, стористің 5 фишкасы деген сияқты. Соның бетіне жазуды үйренеміз. Ол үшін сториске кіріп, стористе осындай бір картинканы таңдап аламыз. Жаңағы бетіне қоятын обложкаға картинканы таңдаймыз. Сосын осындай стикерді қойып, жазуымызды қойып, сол reels видеоның бетіне қоятын обложкаға тақырыбын жазып аламыз. Міне жаңағыдай шрифт таңдаймыз. Осы шрифтқа reels марафон деп жазған болсақ, осыны да қойып, міне обложканы осылай дайындаймыз. Бұл стористе дайындап аламыз. Сосын сохранить дейміз. Бұл галереяға сақталады. Енді біз reels видео саламыз. Мысалы, жаңағыдай reels видеоны салсақ, өзіміздің дайындаған салып аламыз. Далее дейміз. Осы жерде обложка дегенді таңдап, добавить из фотографий дегеннің ішінен жаңағы дайындап қойған обложканы таңдаймыз. Міне болды, осылай поделиться деп бөлісе береміз. Немесе обложканы қоюдың екінші жолы бар. Ол үшін кепкатқа кіреміз, жаңағы видеомызды қоямыз, дайын видеомызды, сосын оған фотоны қоямыз қосымша ретінде. Фотоны видеоның алдына қоямыз, бірақ мына жерде 5 секунд, соны 0,1 секундқа дейін азайтамыз. Себебі басында картинка ұзақ тұрып қалмау керек та, обложка. Сол үшін уақытын неғұрлым 0,1 секундқа қойған кезде, біз видеоны басқан кезде бірден видео басталып кетеді, бірақ лентада тұрған кезде біздің обложкамыз көрініп тұрады лентада. Яғни сіздің визуалыңыз құртылмайды. Осы екі жолмен жасауға болады. Солай видеомызды поделиться етіп сала береміз. Міне видеомызды салдық. Қараңыздар қазір. И сіздерге визуал бойынша қалай тұрғанын қазір көрсетемін. Міне біздің reels видеомыз түсті. И визуалда қараңыздар. Reels марафон лентада да әдемі көрініп тұр. Я, мысалы, осылай жазсаңыздар әдемі болады. Чем жаңағы reels видеодағы жазуға қараған кезде осы әдемі шрифтыдан алған стикермен жазу өте әдемі көрінеді. Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақ reels'тағы оформление жайлы болады. Мысалы, бізде мынау лента, жаңағы посттардың лентасы, мынау reels'тың лентасы. Кейде біздің салған видеомыз біздің лентамыздағы визуалды құртып тұруы мүмкін. Сондықтан, мысалы, мына бір видеоны алып, осының лентаға сәйкес обложкасын өзгертуге болады. Ол үшін оң жақтағы үш нүктені басып, осы жерден изменить дегенді басамыз. Обложка деп тұрғанды басатын болсақ, біз обложкасын өзгерте аламыз. Мысалы, жаңағы осы видео болып тұр, бұған біз осылай әр жерін таңдап обложка қойсақ болады, немесе астындағы добавить из галереи дегенді бассақ, осы жерден біз визуалымызға әдемі сәйкес келетін фотоны таңдап қойып, готово деп бассақ, міне солай обложкасы өзгереді.
міне лентаға кіріп қарайық, обложка өзгеріп тұр, иә, визуалды бұзбайды, әдемі болып тұр. Енді кейбір видеоны мүлде лентадан алып тастаймын, тек рилста тұра берсінші дейтін болсаңыз, мысалы мына жүзіп жатқан видеоны алайық, осыны аламыз да тек қана лентадан удалить етеміз. Ол үшін үш нүктені басып, удалить из сетки профиля дегенді бассақ, лентадан алып тасталады, жаңа посттардың арасынан алып тасталады, бірақ рилстың арасында тұра береді. Солай да жасауға болады. Енді визуал, суреттер бір-бірімен сәйкес келетінін қалай жасауға болады? Ол үшін арнайы өзіңіз осы рилстың бетіне қоятын, пост жазатын суреттеріңіздің бәрін галереядан таңдап, соны бір папкаға салсаңыз болады. Бұл iPhone үшін. Сөйтіп бәрін таңдап, добавить в альбом деп басасыз, содан новый альбом создавать етесіз. Мысалы, мына жерге визуал деп жазып қояйық, иә, арнайы папка создавать етеміз, сохранить дейміз. Енді сол папкаға кірген кезде бізде осы визуалға қоятын, рилсқа, постқа қоятын суреттеріміздің бәрі жиналып тұр. Енді осылардың орындарын ауыстырамыз. Басып тұрып орындарын ауыстырсаңыз, қайсысынан кейін қайсы фотоны қойсаңыз, визуалыңыз әдемі болады, соны өзіңіз жасай аласыз. Сосын сол папкадан, визуал деген папкадан рилстың бетіне қойсаңыз болады, пост жазсаңыз болады, солай үйлестіре бересіз. Енді кейбір видеолар, мысалы пайдалы видеолар болса, сол видеолардың бетіне тақырыпты жазып қойғымыз келеді, ол үшін обложканы алдын ала дайындап аламыз. Мысалы видеоны салмас бұрын, немесе салып қойғаннан кейін де обложканы өзгерте берсеңіз болады. Мысалы видеоны салайық, бірінші рилсты ашамыз, содан кейін әдемі қылып түсіру үшін неше түрлі масканы қолдануға болады. Масканы қолдануға кеңес беремін. Әртүрлі эстетичный әдемі маскалар да бар, осы түріңізді әдемілеп макияж қойып беретін маскалар да бар. Мен көбінесе более нейтральный осындай масканы қолданамын. Осы масканы қолданып, міне мысалы біз рилс видео түсірейік қазір. Рилс видео түсіреміз, сосын осыны қалай оформление жасаймыз, соны көрсетемін. Осылай түсіріп аламыз, немесе галереядан қоя саласыз. Сосын предпросмотрды басамыз. Міне енді осы жерде біз жазу жазып, неше түрлі фон қойып, оформление жасасақ болады. Мынау рилстың өзінен жазуды сіздер білесіздер уже. Ал енді әдемі қылып жазу үшін арнайы приложение қолдануға болады. Мысалы, мына шрифты, лето шрифты приложениясынан мен осындай фондарды аламын, және де фонды копировать етіп бассаңыз, міне фон түседі. Одан стикер, иә. Одан кейін енді жазу жазамыз, мысалы. Ол үшін бір шрифтті таңдаймыз, сол шрифтке өзімізге керекті сөзді жазып, сол сөзді мына жерде астында сары копировать деп тұр ғой, соны басамыз да, сториске бірден кірсек, жазудың үстін бассақ, осылай сториске түседі. Сосын соны қойсақ, міне қараңыздар, жаңағы рилстың өзінен жазған жазуға қарағанда әдемі көрініп тұр, иә. Осылай да жасасақ болады, бірақ бұл жазуды біз уақытын өзгерте алмаймыз. Мысалы, басында болып, соңында сөз жоқ болып кетсін десек, мысалы, оны жасай алмаймыз. Ол үшін біз былай жасасақ болады. Бірінші осылай әдемі оформление жасап жазып аламыз да, видеомызды сохранить етіп аламыз. Видеомызды сохранить етіп алып, жазу жоқ кезде де сохранить етіп аламыз. Сөйтеміз да CapCut приложениясына кіреміз. CapCut приложениясына жазу барды да, жазу жоқ видеоны да қоямыз. Міне жазу барды бірінші қоямыз, сосын жазу жоқ видеоны да қоямыз. Енді осы жерден жазуды қай жерге дейін қойғымыз келеді, сол жерге дейін жылжытамыз. Мысалы 3 секунд деп қояйық. 3 секундтан осы жазуы бар видеоның қиып тастаймыз да, соңын алып тастаймыз. Басы қалады, соңын алып тастаймыз. Енді мына жерде жазуы жоқ видеоның басындағы 3 секундты алып тастаймыз. Себебі жазуы бар видео 3 секунд бар, иә. Сөйтіп басындағы 3 секундтық видеоны мына жерде қиямыз да, басындағы 3 секундты алып тастаймыз. Міне сонда басында 3 секунд жазу бар да, ары қарай уже видео жалғасып кетеді, жазу жоқ. Бұл жаққа басқа жазу жазсаңыз болады. Бұл жаққа да жазуды солай рилсқа салып, шрифты приложениясы арқылы жазсаңыз болады, немесе осы CapCut'тың өзімен әдемі жазулар жазуға болады. CapCut'тың өзінде қалай жазу жазып, шрифт өзгертіп, түс өзгерту керек екенін сіздерге алдыңғы сабақта мен айтқанмын. Міне мысалы, былай сәлем деп жаздық, и оны да до конца апармаймыз. Міне белгілі бір жерде өшіп қалады. Солай жазсақ, басындағы жазу біздің әдемі оформлениямызбен, одан кейінгі жазу CapCut'пен, солай қайтадан рилсқа сол видеоны саламыз. Міне біздің дайын, міне қараңыздар. Предпросмотр деп көрейік. Міне басында жазу бар, сосын уже жазу жоқ. Немесе CapCut'тағы жазу шығады, мына жақта жазу жоқ. Бұл жаққа жазуды примерно мысал ретінде көрсете салайын, осы рилстан жазсаңыздар болады. Міне
жазу жазасыздар да бұны басындағы уақытын алып тастайсыздар. Мысалы қошап қояйық, басындағы астында reels деген сөзді басып басынан алып тастайсыздар да, сол кезде соңында шығады. Әртүрлі оформлениені көрсетіп жатырмын да. Басында осы жазу шығады, сосын кепкатпен жазған жазу шығады, одан кейін уже reels'тағы жазған жазу шығады. Осылай әдемі қылып жасай беруге болады. Осылай отправить ете саласыздар. Енді сіздермен әдемі фон жасауды үйренеміз. Әдемі фон жасау да қатты қиын емес. Ол үшін арнайы маскаларды қолдана салуға болады. Мысалы, мынандай дайын видеоны салсаңыз да, немесе өзіңізді түсірсеңіз де, кез келген масканы қолданып, әдемі фон жасай аласыз. Мысалы, арнайы эстетикалық маскалар бар. Сіздерге тізімін беретін боламын. Осындай эстетикалық маскалар арқылы фонды темный фонға, кішкене бұлыңғыр фонға, осы міне қараңыздар, әртүрлі мынандай жазулармен кофе тайм деген, релакс тайм деген осындай аптаның күндері жазылған сондай стикер, арнайы маскалар бар. Соларды қолданып жасасаңыздар да болады. Немесе видеоны бірінші түсіріп алып, мысалы, темный фон қойып, үстіне жазу жазғыңыз келсе, бірінші видеоны түсіріп аламыз. Сосын предпросмотр дегенді басамыз. Сөйтеміз да жаңағы шрифты приложениясынан арнайы темный стикерді табамыз. Осындай темный стикер, міне стикерді копировать етіп, сториске өтсек, оны қоя саламыз. Сосын оны үлкейтіп, полный экранды жауып тастаймыз да, темный фон қыламыз. Темный фон қылғаннан кейін жазуды осының үстіне жаза беруге болады. Стористегі сияқты емес, бұл жерде жазу стикердің астына өтіп кетпейді. Міне жазу жазасыз, сосын оны астынан reels деген таңдап, жаңа сөзді таңдап, уақыттарын өзгерте беруге болады. Осылайда әдемі фон жасап, видео салып жасауға болады. Енді бізде кейбір видеоларымыздың бетіне жазу керек боламыз, иә? Мысалы, пайдалы reels видео салатын болсақ, мысалы, стористің 5 фишкасы деген сияқты. Соның бетіне жазуды үйренеміз. Ол үшін сториске кіріп, стористе осындай бір картинканы таңдап аламыз. Жаңағы бетіне қоятын обложкаға картинканы таңдаймыз. Сосын осындай стикерді қойып, жазуымызды қойып, сол reels видеоның бетіне қоятын обложкаға тақырыбын жазып аламыз. Міне жаңағыдай шрифт таңдаймыз. Осы шрифтқа reels марафон деп жазған болсақ, осыны да қойып, міне обложканы осылай дайындаймыз. Бұл стористе дайындап аламыз. Сосын сохранить дейміз. Бұл галереяға сақталады. Енді біз reels видео саламыз. Мысалы, жаңағыдай reels видеоны салсақ, өзіміздің дайындаған салып аламыз. Далее дейміз. Осы жерде обложка дегенді таңдап, добавить из фотографий дегеннің ішінен жаңағы дайындап қойған обложканы таңдаймыз. Міне болды, осылай поделиться деп бөлісе береміз. Немесе обложканы қоюдың екінші жолы бар. Ол үшін кепкатқа кіреміз, жаңағы видеомызды қоямыз, дайын видеомызды, сосын оған фотоны қоямыз қосымша ретінде. Фотоны видеоның алдына қоямыз, бірақ мына жерде 5 секунд, соны 0,1 секундқа дейін азайтамыз. Себебі басында картинка ұзақ тұрып қалмау керек та, обложка. Сол үшін уақытын неғұрлым 0,1 секундқа қойған кезде, біз видеоны басқан кезде бірден видео басталып кетеді, бірақ лентада тұрған кезде біздің обложкамыз көрініп тұрады лентада. Яғни сіздің визуалыңыз құртылмайды. Осы екі жолмен жасауға болады. Солай видеомызды поделиться етіп сала береміз. Міне видеомызды салдық. Қараңыздар қазір. И сіздерге визуал бойынша қалай тұрғанын қазір көрсетемін. Міне біздің reels видеомыз түсті. И визуалда қараңыздар. Reels марафон лентада да әдемі көрініп тұр. Я, мысалы, осылай жазсаңыздар әдемі болады. Чем жаңағы reels видеодағы жазуға қараған кезде осы әдемі шрифтыдан алған стикермен жазу өте әдемі көрінеді.